Қайырлы күн достар, сіздермен Адека Лайф каналы. Бүгін сіздерге айтатын ақпаратымыз реклама жөнінде болады. Рекламаны барлықтарымыз білеміз. Бір кино көргіміз келсе, болмаса бір жаңадан браузерді ашқан кезде, парақшаны ашқан кезде реклама қаптап шығып кетіп жатады. Соның шешімі бар. Соның бірі қазір айтамыз. Бірінші сіздерге көрсетіп өтейін. Мысалға кірдік. Мысалы машина деп терейік. Машина теріп қойдық. Машина терген кезде жай ғана колесаға кірейік. Колесаға кірдік. Кірдік, қарап отырыңыздар. Қарап отырыңыздар. Мынау шығып кетті реклама. Бұл реклама интернет-магазин shop.kz. Реклама бұл бізге тығып жіберді. Соны қалай құтылуға болады? Бұның бір жолы бар. Ол үшін сілтемеге өтеміз. Мына жаққа новыйдан ашамыз. Өткеннен кейін біз магазин Chrome деп жазамыз. Магазин Chrome жазған кезде интернет-магазин Chrome'ның өзіне кіреміз. Кіргеннен кейін мына жаққа ағылшынша ауыстырып Adblock деп жазамыз. Adblock'қа оқып қарасаңыз, Adblock лучший блокировщик рекламы дейді. Блокирует рекламу YouTube, Facebook, Twitch және де любыми сайтах дейді. Осыны үстін басамыз. Ары қарай установить. Установить расширение. Нарадан проверка, тексерістен өтіп жатыр. Болды. Тексерістен өтті. Установка міне жүріп жатыр. Дайын болды. Енді қараңыз, енді сіздің мынау рекламаны тексеретін боламыз тағы да. Мына бастық. Машинаға кірдік. Кіргеннен кейін сол жаңа кірген парақшаға кірейік. Колеса.kz-ге кіреміз. Кіргеннен кейін қараңыз, жоқ. Жаңа реклама көрдіңіздер, жаңа атып шықты мына жерде. Сол жақ бет, оң жақ бетте рекламалар жоқ, алып тастады. Кәдімгідей әжептәуір көмектеседі. Сіздермен болған Адека Лайф каналы. Каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.